Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қысқа арнап сацебили салатын дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: қызанақ, болгар тәтті бұрышы, пияз, чеснок, чили бұрышы, жартылай ащы бұрыш және сәбіз қажет болады. Осы заттардың барлығын жақсылап жуып, тазалап, майдалап, турап дайындаймыз. Енді қызанағымыздан бастап барлығын ет тартқыштан өткізетін боламыз. Қызанағымызды ет тартқыштан өткізіп болдық. Пиязымызды жартылай шеңберде турап аламыз және сәбізімізді ет тартқыштан өткіземіз. Бірінші қазанымызға сұйық майымызды құйып, пиязымыз қызарғанша қуырып аламыз. Осы массамыздың үстіне ет тартқыштан өткен сәбізімізді қосып 20 минут қуырамыз. Сәбізіміз кішкене пісуі қажет. Және ащы бұрышымызды, тәтті болгар бұрышын, чесногымызды, чили бұрышымыздың барлығын ет тартқыштан өткізіп аламыз. Менің каналымда көптеген тәттілердің, тағамдардың, салаттардың рецепттері бар. Каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Қуырылып жатқан сәбізіміздің үстіне чесногымызды, ет тартқыштан өткізген ащы бұрыш, болгар бұрышымыздың барлығын қосып, татымына қарай тұз және қантын қосып 20 минут баяу отта қуыратын боламыз. Жиырма минут уақыт өткеннен кейін қызанағымызды қосып, баяу отта 45 минут қайнатамыз. Пісіп, дайын болуына 5 минут қалған кезде түйіршіктелген қара бұрышымызды қосамыз салатымыздың үстіне. Және кептірілген укроп, свежий укропты да қоссаңыздар да болады. Мен кептірілген укроп қостым, одан кейін үстіне лавр жапырағын қосып жібердім. Біздің салатымыз дайын болды. Салатымызды банкымызда стерилизовать етіп, банкі жабатын боламыз. Ас болсын.